Ассалаумалейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте оңай әрі тез дайын болатын кекстің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз, жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз. Ең алдымен ыдысымызға қантымызды, жұмыртқамыз салып, миксердің көмегімен осылай қантымыз толықтай ерігенше және де жұмыртқалық массамыз ұлғайғанша барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Келесі сұйық майымызды және де қаймағымызды салып, кішкене араластырамыз. Келесі кезекте қамыр қопсытқыш ұнымызды бірден салатын боламыз, және де ұнымыз шашырап кетпеу үшін осылай бірінші араластырып аламыз, және де миксерімізді қосып, бірыңғай масса болғанша барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Массамыз дайын болғаннан кейін кекстің арнайы формасына қағаздарымызды салып, жарты көлемде етіп, массамыздың барлығын құйып шығатын боламыз. Менде осындай арнайы кекстің қағазы. Енді 180 градуста 30-35 минут көлемінде қызарғанша жақсылап пісіріп алатын боламыз. Бізде маффиндеріміз дайын болды. Өте оңай дайындалады, және де осындай арнайы қағазбен пісіретін болсаңыздар, жабыспай өте тез алынатын болады. Міне ортасы осындай жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Үйдегі бар және де қолжетімді заттардан тұрады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Барлығыңызға ас болсын.